Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге бүгін Абдияди Адия және де мен қасында отырған қонаққа шақырылған өнерді де бизнесті де бірге алып жүрген мен жүрегіме ең жақын жан менің әжем Зәурехан Құмарбекова. Ал енді өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Рахмет. Енді мені сен танисың деп ойлаймын. Ал енді көпшілікке айтатын болсақ, әрине мен енді жаңа ғана айтып кетіп жатыр ғой, Зәурехан Қаныбек қызы. 75 жылы Алматыға келдім, өнер қуып, білім қуып. Енді қалай деп айтсам екен? Енді білім қуып келдім, әу баста өнер адам болғым келген. Бірақ біздің кезімізде өнер адам болу деген өнер адамын аса құптамайды ата-анамыз. Өнер адам болсаң, басқаша бір ортада өмір сүресің деген сияқты. Сонымен мен мұғалімдік мамандықты таңдадым, бірақ мен сол институттың қабырғасында жүргеннің өзінде өте жаңағы сол кезде қоғамдық жұмыстар дейміз ғой, айтулы даталы мерекелерге спектакльдер қойылып жатылады, ән, жаңа жыр, соның бәріне белсене қатысып жүрдім. Институтты бітіргеннен кейін де енді тұрмысқа шыққаннан кейін балалар жаңағы не дейді енді көп балалы ана болдым. Балалардың бәрі өскеннен кейін мен өнерімді жалғастырғым келді. Ән айтуды өте жақсы көрдім. Әнімді айтып жүрдім. Өзімнің істеп жүрген мекемемде керемет Мамырсаз деген ансамбль болды. Сол жерде жүріп 89 жылы бүкіл одақтық ол кезде енді біздер жаңағы Советтер одағы дейміз ғой, СССР, иә? Сендер енді тарихтан білесіңдер. Сонда бүкіл жаңағы Советтер одағының қай қаласында, қай республикада геология, мен геологияның жаңағы санаториясында өнер жағын басқарып жүрдім. Соны біз Москва қаласында болдық. Сол жерден кішігірім жаңа дипломант деген атағымды алдым. Бірақ енді бұл кезде жалғыз өнерде жүру қиынға соқты. Себебі сондай бір 90 жылдардың басында бізде жаңағы перестройка дейміз ғой, не деуші еді, сондай бір тоқырау заманы келіп жетті енді. Балалар асырау керек деген сияқты, бала шағаның тамағы бар, киімі бар жолдасымыз екеуміз сол өзіміз бизнеске келдік. Сол заманға лайық базар аштық, кафе аштық. Енді бірақ мен өкінбеймін, осы күнде менің өзіміздің мына радиода Қазақстан жаңағы қорында, алтын қор дейміз, менің 16 әнім сақтаулы, ол беріліп тұрады. Жалпы енді айта берсем әңгіме көп, мүмкін сұрақ қойып, сұраққа жауап беріп отырар. Әрине, келесі кезектегі бізді қызықтыратын сұрақ, сіз Роза Бағлановамен көптеген жұмыс атқардыңыз, және де Роза Бағланованың атына арналған қайырымдылық қорымен ұйымдастырылған базар аштыңыз, оны басқардыңыз, сол жайлы айтып өтсеңіз. Иә, енді Роза Бағланова апамыз, ол енді бүкіл Қазақстан жұртшылығы емес, көптеген сол кездегі Советтер одағының бүткіл республикасына танымал кісі болды ғой енді. Ұлы Отан соғысы кезіндегі ол кісінің еңбегі тарихта бәрі белгілі. Мені жақындырған өнер арқылы ол кісімен табыстық. Бір жағынан мен ақ мама деп атадым. Ол кісінің 80 жылдық концертінде «Аппақ тәтем» деген әнді шырқадым сахнада бірге. Солай бірге жүріп, бірге тұрып, содан біздің бизнесімізді бірге ол кісі атсалысты. Роза Бағланова атындағы қайырымдылық қордың атынан біздің базарымыз жұмыс істеді. Ол кезде сенің атаң, ол кезде жаңа МЧП деп айтатын, қазір ТО деп айтып жатамыз ғой. Ол кездегі сол серіктестік, малый частный предприятие дейміз, шағын бизнес, сол базарымыз біздің сол апамыздың қорының атынан жұмыс істедік. Енді мен өте бақыттымын деп санаймын өзімді. Себебі сондай тарихи тұлға адамдардың жанында жүргенім үшін. Тіпті мен айта аламын, ол кісімен қойнында жатқан адам. Бірге, бір қонақ үйде, бірінші күні бөлек жатамыз, сосын құш
келші шабыма деп шақырып алады. Керемет кісі тұғын. Мен ол кісіден өте көп нәрсе үйрендім. Мен ол кісі туралы айтатын болсам, мына бір эфирге сыймайтын шығар. Әрине, қандай бақыт. Бүгінгі әңгімеміздің барысында сіздің өнеріңіз жайлы сөз қозғадық. Енді мен көрермендерім үшін мүмкін бір ән салып берсеңіз. Ән салып? Иә. Ән салып дейсің бе? Сүйікті бір. Енді менің көбіне айтатын лирика әндері, халық әндері, эстрада жанры деген сияқты. Бірақ өзім жаныма өте жақын ән бар. Ол енді біздің жаңағы қазақ халқына танымал тұлға Болат Атабаев деген керемет мықты азамат өмірден өтіп кетті әрине. Енді менің ең жақын құрбым Мәдина Ералиеваның жолдасы еді. Сол кісі бір күні маған келіп, мен Зауреш дейтін еді, бір керемет ән, шетке кеткен біздің қандастарымыздың ән алып келдім, сол әнді сен орындашы, сенің табиғатыңа жақсы, жақын келеді деді. Ей қалқа деген ән. Бір куплетін ғана айтып берейін. Жалпы бүгін аяқ астынан болып жатыр. Адам эфирге шығарды, не істейді? Дайындалады, әдемі көйлегін киіп келеді, макияжын жасайды. Мен жұмыста отырсам, апа мен келе жатырмын, сізден интервью алам дейді. Сосын енді немереме қалай мен қарсы келмей, жарай болыпты деп, мен бүгін осылай эфирге шығып отырмын. Жақсы, сол әнді онда айтып көрейік. Ей қалқаға ғашық болдым жамалыңа, қызықпас кімдер сенің ажарыңа әлем, міне қызығай заманым, құрбымы деп нәсілім теңдес сөз айтқаны да, тигізбе қатты жауап назарыма әлем, міне қызығай заманым әлем, міне қызығай заманым. Өте тамаша. Шынымен де жаңағы жанда орын табатын, құлаққа өте жағымды ән екен де, сіздің даусыңызбен мүлден тамаша өтеді екен бұл. Бұлдай даусыңызға мен шын мәнінде тамсанам. Сіздің әндеріңізді, өлеңдеріңізді тыңдаған маған өте ұнайды. Көрермендерге де ұнайды деген үміттемін. Келесі айтып өтетін жай, апа, мен сіздің жасыңызды білемін ғой, бірақ та мен сізді жаңағы достармен, қоршаған ортамдағы айналамдағы таныстармен танысып өткенде, олар сұрайды да, қалай сонда сені апаң солай жас көрінеді дейді. Иә, осы бәрімізге қызықты болып тұр, сіздің сұлулығыңыз сырын неде сонда? Қалай сіз осы жасқа келіп, сондай әдем болып сақталдыңыз? Сен мен сонда сұлу деп отырсың ба? Әрине. Әркімнің апасы өзіне сұлу, иә? Мен ойлаймын, біріншіден ол Алладан беріледі. Алла тағала жаңағы осылай жаратқан шығар мені біріншіден. Екіншіден, ол бір еңбекпен келетін сияқты. Енді өздерің білесіңдер ғой. Мен ерте тұрам, спортпен айналысам, мектепте жүргеннің өзінде, бала кезінде жеңіл атлетика, баскетболмен айналыстым. Институт қабырғасында да мен олар тастаған жоқпын. Жалпы өзім өте сергек болдым. Активист дейді ғой, не деп айтамыз активист дегенде? Өте белсенді өмір сүрдім. Әлі де өмір сүріп келе жатырмын. Енді зейнеткер екенімді білесің ғой, менің. Әрине білеміз. Жоқтым бері. Бірақ осы күнге дейін мен отырған емеспін. Себебі бір кездерде мен денсаулығым өте қатты нашарлады. Оны енді айтпай қояйын деймін жұртқа. Сол денсаулығымды қайтсем қайтарам деп күресу арқылы мен сол спортты таңдадым. Мен қазіргі таңның өзінде өзің білесің, күнде таңертең 5-те тұрып, мына президент саябағында кунг-фу деген біздің шығыстың
керемет жаттығулар бар. Әрбір біздің ағзамызға көмегі бар оның. Жалпы денеңді де, ойыңды да, жаныңды да, тәніңді де тазартатын дүние. Оны мен айналсам 20 жылдан астам мен мына ағзамның жақсы болып тұруына арналған қазір дәрумендер өте көп қой. Пайдаланамын. Әсіресе міне соңғы 3 жылда жақсы өнімдерді, табиғи өнімдерді ішемін. Себебі мен әйел болғаннан кейін, жалпы мен ойлаймын, әйел адам өзінің сырында, сымбатында жоғалтпау керек. Енді осылай жасым кеп қалды деп өзіңді өзің тастап жіберуге де болатын шығар. Бірақ білмеймін, менің табиғатым, жаратылысым олай емес. Себебі менің әкем өте сұлу кісі болды, анам да, әжем де сондай бір кірпияз адамдар болды. Оның бер жағында сол қанмен келген шығар. Онан кейін араласқан ортам, мен Роза Бағланова апамыздан өте көп нәрсе үйрендім. Сұлулықты қалай күту керек, бетіңді деген сияқты. Сондықтан әр әйел өзін сыйлайтын, өзін жақсы көретін әйел солай күтіну керек деп ойлаймын. Бірақ менікі көбісі табиғи жолмен. Анандай бір қымбат, бір керемет косметика алып, болмаса бір бет тартқызып жатады ғой. Мен оған қарсы адаммын. Себебі Алла тағала бізді жаратқан кезде 12 мүшемізді бізге аманат қылып берген. Яғни біз сол аманатты ол кісінің ертелі кеш алдына барған кезде аман алып баруымыз керек. Менің жалпы ұстаным сондай, жалпы қыз келіншектерге айтар едім, жалықпау керек. Күнделікті таңертең дене жаттығуын жасап, белсенді өмір сүріп, енді өзің білесің, Құдайға шүкір, бала шағам бәрі орын тепті, немеремді де ұзатып жатыр. Міне сенің өзің, міне Құдай қаласа әдемі жасқа келіп, жоғары білім алуға дайындалып жүрсің. Сондықтан Құдайға шүкір, тәуба, немерелерімнің алды міне тұрмысқа шығып жатқанда мен ойлаймын, сол әсіресе қыз немерелеріме үлгі болғым келеді. Өзін өзі қалай ұстау керек, әдемілік болсын. Жалпы өмір сүру деген бір керемет. Көңілді жүрсең, көңілді жүрген адамға жаңағыдай барлық нәрсе тез саған өз келе береді. Өмір сүру керемет емес пе? Әрине. Міне отырмыз қандай рахат. Сіз өз мақсатыңызға жеттіңіз, себебі мен сізден шын мәнінде үлгі тұтам жаңағыдай. Шын мәнінде көптеген адамдар сіздің сұлулығыңызға тамсанады. Қойшы сұлу дей бербеші. Көркіңе деп қойсайшы. Осы күнге дейін жасаған еңбегіңіздің барлығы босқа емес. Бетіңізге шығып тұр жаңағы жылы жүзіңіз, жаңағы өте тамаша. Келесі кезектегі сұрақ, сіздің жеке кәсібіңіз, жаңағы немен айналысасыз, өмірлік ұстанымыңыз қалай? Енді бұны кәсіп деп айтуға болар ма екен? Мен жаңа айтып кеттім ғой, алғаш сөзім басында 20 жылдан астам уақыт жаңағы дәрумендер ішемін деп. Осы соңғы 3 жылда біздің бір малайзиялық компания бар, International деп аталатын, сол жердің өте таза, табиғи клетканың тамағы дейді ғой. Мысалы біз аш емессіз ғой. Қазақ халқы әсіресе Құдайға шүкір қазы қатамыз бар, керемет дастарханымыз үйіліп төгіліп тұрады. Бірақ біз клеткамыздың тамағы біз оған бере алмайды екенбіз да. Мысалға керемет жаңағы енді бәрібір Алла тағала бір қартаю процесс басталады 25 пен 35-тің арасында. Біз оны қаласақ та, қаламасақ та, сондықтан осы дүниежүзілік ғалымдар ойлап тапқан жасушаларымыздың жасарып тұратын, әйтеуір сәл де болса біздің қартаю процесін тежейтін керемет өнімдер бар. Осы өнімдерді мен ішемін және оны айналама айтамын. Мен алғаш кезде ұялатын, қазір ұялмай айтам, себебі бұл сауап іс. Мысалы, қаншама адамдардың алып жатқан жаңағы нәтижелер бар. Сондықтан біреуге сауап іс жасасаң, қайырымдылық іс жасасаң, мына отырған осы жер біздің офисіміз,
керемет. Мен күнде келем деп айтпаймын, жетісіне 1-2 рет келем. Өзімнің де денсаулығымды күтем бұл жерде, өзгеге де көмектесем. Сол себепті неге мен үйде отырып қалуға тиіспін? Енді өзің білесің, ән айтам, той жүргізем. Иә, кеше ғана міне әдемі 85 жасқа келген үлкен Ақжаулықты анамыздың тойын жүргізіп келдім. Халық шақырады, сұраныс, мен барам, шақырмаса бармайым. Сондықтан осындай бір әдемі ұстанымым бар. Енді сен сұрап отырсың, өзің де білесің ол туралы. Сол өте керемет. Осындайша мен апам 8 қырлы бір сырлы, өнерге жақын, сонымен қатар өнер мен кәсіпті бірге, бір бағытта бірге алып жүре алатын кісі. Өте халыққа танымал, өз айналасының ортасында өте жақсы, беделді, халықпен қарым-қатынасты ұстай алатын, тойды жақсы жүргізе алатын, тамада ретінде, халық әртісі ретінде өте танымал. Сонымен қатар кәсіп ретінде, сол, яғни сіздің продукцияны сату, дәрі-дәрумендермен айналысу сіздің негізгі жұмысыңыз болып табылады, иә? Енді қазіргі таңда енді мен зейнеткер болғаннан кейін осы салада жүрмін. Той бизнес деп айтамыз деген сияқты. Енді мен сөзім соңында айтайын деген. Мен немереме сондай риза болып отырып, өйткені алыстан іздеген жоқ тұлғаны. Мен өзімді сондай бір тұлға деп айтпасам да, немеремнің алдында, яғни мен өзімнің абыройым бар екенін түсіндім. Себебі, апа, мен бірінші сізден интервью алғым келеді дейді. Не үшін менен аласың? Өйткені мен сізге көп еліктеймін, мен сіздей болғым келеді дейді. Содан кейін мен қуана келістім. Егер де менің кішкене ғана осы қызыма бір септігім тиіп жатса, мен онда өзімді бақыттымын деп санаймын. Осындай апасы бар, әрбір жан бақытты шығар. Мен де өзімді бақытты санаймын. Енді осы сұхбатымызды қорытындылай келе, сіздің өмірлік ұстанымыңыз деген соңғы сұрағымызды қойып өтсек. Өмірлік ұстаным ба? Мен ылғи да бір Алладан тілеймін, Алла маған абырой бер деп. Егер де сенің абыройың бар болатын болса, кез келген ортада, ол өзіңнің отбасыңда болсын, қоғамдық ортада болсын, қай жерде де абыройлы болсаң, ақыл санамды Алла тағала жоғалта көрме деп сұраймын. Бұл өмірде абыроймен өмір сүрген адамның өмір сүруі жеңіл деп ойлаймын. Қалған дүние денсаулығымыз, күтім жағы болатын болсын, табыс көзі болатын болсын, денең 12 мүшең сау болып тұрса, абыройлы, тек таза жүріп, таза тұрсаң, сонда ғана бір керемет өмір сүресің деп ойлаймын. Менің ұстанымым сол абырой, адамгершілік. Адамгершілік қасиетті жоғалтпауымыз керек. Ол адамгершілік қасиеттің өзін өрбітуге болады, көп нәрсе айтуға болады. Бір сөзбен айтқанда, адамгершілік және абырой. Мен бақыттымын. Көп жерде сөзбен сізде келісем. Сонымен қатар мен эфиріме келіп, осы сұхбат бергеніңізге көптеген рахмет, көп алғыс білдіремін. Сонымен қатар осы эфирді аяқтайық. Баршаңызға сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздермен болған Адия және де мен апам, өнерге, кәсіпке жақын адам. Мен апам, туған әжем Заврихан Кумарбекова. Баршаңызға сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.